Қарақалпақтар деген кімдер? Олар қазақ па, өзбек пе, қырғыз ба, әлде өз алдына бөлек халық па? Неліктен қарақалпақтар қазаққа мәдениеті мен тілі жағынан жақын болса да Өзбекстанның құрамына кіреді? Қазақ пен қарақалпақтың тарихы қалай байланысқан? Және олар неліктен тәуелсіз емес? Бүгінгі шығарылымда біз өмірі қайғы мен қасіретке толы қарақалпақ халқының қызықты тарихына көз жүгіртеміз. Айтқандай, ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Менің көрермендерімнің арасында Қарақалпақстан азаматтары өте көп. Сол себепті бүгінгі шығарылым көпшілік үшін өте қызықты болады деген ойдамын. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісіп пікір қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз менің шығармашылығымның әрі қарай жылжуына айтарлықтай септігін тигізеді. Барлығыңызға жақсы қаралым тілеймін. Қарақалпақтар батылдық, жауынгерлік, қонақжайлық, адалдық, мақсатшылдық, еңбекқорлықпен көзге түскен халық. Қарақалпақтар Өзбекстанның батысында орналасқан Қарақалпақстанда автономиялы мемлекетте тұрады. Халқының саны 2 миллионға жуық адам. Оның шамамен 32% өзбектер, 30% қарақалпақтар және 26% қазақтар. Қарақалпақстанның астанасы Нүкіс қаласы. Қарақалпақтардың жалпы саны шамамен 825 мың адам деп есептеледі. Олардың аз ғана бөлігі Түркменстан мен Қазақстанда тұрады. Өзбектерге географиялық жақындығына қарамастан, қарақалпақтардың мәдениеті оларға мүлдем ұқсамайды. Олар өзбектер секілді ежелгі егіншілер емес, көшпенділер болған, мал шаруашылығымен айналысқан. Өмір сүру салты қазаққа көбірек ұқсайды. Қарақалпақтардың тілі де өзбектердікіндей қарлұқ тобына емес, түркі тілдерінің ішіндегі қыпшақ ноғай тобына жатады. Қарақалпақ тіліне ең жақын ноғай және қазақ тілдері. Қарақалпақтардың дәстүрлі жазуы бастапқыда араб әліппесіне негізделген. 1929-1939 жылдары латын әліпбиі, кейін орыс кирилл әліпбиі қолданылды. Қазіргі кезде жазба қарақалпақ тілінде кириллицада латын әліпбиі де қолданылады. Біріншісі Кеңес одағы кезінде стандарт болған, ал екіншісі 1996 жылы Өзбекстанда өзбек алфавиті реформасы барысында қалыптасқан. Қарақалпақтар ислам дінін ұстанады және сунниттік мұсылмандар. Қарақалпақтардың мәдениеті көп қырлы және Орта Азия халықтарының мәдениетімен тығыз байланысты. Түркі тайпаларының этникалық элементтері салт дәстүрлерінде, әдет-ғұрыптарында кездеседі. Қарақалпақтарда әлі күнге дейін тайпаға және руға бөліну бар. Тайпалық жүйе екі негізгі тармаққа бөлінумен сипатталады. Ең ірі тайпа бірлестігі Арыс 14 ұрық. Арыс 14 ұрық екі топты қамтиды: Қытай қыпшақ, кенегес маңғыт. Саны жағынан екіншісі Арыс қоңырат. Арыс қоңыратта екі топқа бөлінеді: шулақ, жауынгыр. Неліктен қарақалпақ? Қарақалпақтардың ата-бабалары қара қойдың жөнінен бас киім киген. Қарақалпақ атауы Бұхараның ханы Абдолланың жазбаларында ресми түрде 16 ғасырдан бастап кездеседі. Моңғол жылнамаларында оларды Қара Малихили деп те атаған. Қарақалпақтардың шығу тарихы. Қарақалпақтардың ата-бабасы Доннан Ембіге дейін өмір сүрген Алтын Орда көшпелілері ноғайлар болуы мүмкін. Қарақалпақтар Ноғай ордасы қалмақ тайпаларының соққысынан ыдырағанша оның құрамында болған. 16 ғасырдың ортасында Ноғай ордасының құрамынан Алтықұл ордасы бөлініп шықты. Соның арқасында Қарақалпақ этносының қалыптасуы басталды. Алтықұл өз ордасының егемендігін ұстай алмай, қарақалпақтар қазақтың ханы Тәуекелдің қол астына өтті. Тәуекел хан қарақалпақтарды Арал теңізінің маңына орналастырды. 16 ғасырдың аяғында Тәуекел хан қайтыс болғанда қазақ арасындағы абыр-сабырды пайдаланған қарақалпақтар көтеріліс ұйымдастырып Түркістан мен Ташкентті басып алды. Алайда Тәуекел ханның орнын басқан Есім хан қарақалпақтардың көтерілісін басып, оларды оңтүстікке қарай ығыстырады. 17 ғасырда Тәуке хан билеген кезде қарақалпақтар түбегейлі қазақ хандығының құрамында болды. Қазақ қарақалпақ әскері жоңғарларға қарсы тұрған. 1714 жылы қарақалпақтар тайпа басшыларының бірі Ешмұхамед ханның басшылығымен Арал өңірі мен Сырдарияның төменгі ағысында Қарақалпақ хандығын құрды. Қарақалпақ хандығы Еділ бойындағы қалмақтармен, Башқұрт ұлысымен, қазақ кіші жүзімен іргелес болды. 17 ғасырда қарақалпақтар әлі де ноғайлармен тығыз байланыста болып, олармен бірге Сібір қалаларына жорықтар жасаған. 17 ғасырдың аяғында башқұрттар көтерілісі кезінде қарақалпақтар башқұрттарға қосылып, олардың қатарында орыстарға қарсы соғысқан. Қарақалпақтардың одан әрі тағдырында 1723 жылғы жоңғар шапқыншылығына байланысты оқиғалар маңызды рөл атқарды. Осы жылы жоңғарлар қазақ хандығына шабуыл жасап, қарақалпақтар көптеп мекендеген оңтүстік бөлікті басып алды. Жоңғарлардан жеңілгеннен кейін қарақалпақтар төменгі және жоғарғы болып екіге бөлінуге мәжбүр болды. Жоғарғы қарақалпақтар Ташкентке қарай жылжыды. Төменгі қарақалпақтар Сырдарияның төменгі ағысына қоныстанып, кіші жүз ханы Әбілқайырдың арқасында тәуелсіздігін сақтап қалды. Осылайша олар жоңғарлардан жырақта, тыныштықта өмір сүрер еді. Бірақ 1743 жылы қазақ хандығына салық төлеуден бас тартып, Әбілқайырға қарсы көтеріліс жасайды. Кіші жүз ханы Әбілқайыр қарақалпақтарға берген жерлерді қайтаруға ұмтылды. Сол үшін өзінің әскерімен қарақалпақтарға шабуыл жасады.
Жорықтарға ұлы жүз бен орта жүз әскерлері де қатысты. Екіге бөлінген қарақалпақтар ол кезде қазақтарға қарсы тұру үшін тым аз және әлсіз болды. Ал тек кіші жүздің өзі қазақ даласының бүкіл халқының жартысына жуығын құраған. Қазақтарға қарсы төменгі қарақалпақтардың 25 мың әскері ғана болды. Соның өзінде қарақалпақ көтерілісі соңына дейін басылмады. 1746 жылы қарақалпақтарға Абылай хан шабуыл жасады. Ал 1786 жылы Әбілқайырдың ұлы Ералы хан 30 мыңдық әскер жинап, қарақалпақтарды өз жерінен бір жолата қуып жіберді. 1743-1786 жылдардағы қазақ-қарақалпақ соғыстарының салдарынан төменгі қарақалпақтар Хиуа хандығының шекарасына шегінді. Осы кезде қарақалпақтар шөл дала арқылы жүріп өтті. Жартысы аштық пен шөлден өлді. Қиын жол жүріп жаңа жерге енді орналастық па деген кезде оларға Хиуа ханы шабуыл жасады. Ақырында 1809-1811 жылдары олар Хиуа хандығының билігін мойындауға мәжбүр болды. 1873 жылы қарақалпақтарды Хиуамен қоса Ресей басып алды. 1920 жылы революциядан кейін Хиуа хандығының орнына Хорезм халық кеңестік республикасы құрылды. Көп ұзамай аймақта шекараларды қайта бөлу басталды. 1924 жылы Орта Азияның ұлттық республикаларын құру және шекараларын бекіту туралы жиында бәрі өзбек, қазақ, қырғыз, түркмен, тәжік жерлері туралы айтып жатты. Бірақ қарақалпақ жайлы сөз болмады. Сол кезде Аллайыр Досназаров қарақалпақшы деп сұрақ қояды. Сонда өзбектер қарақалпақтарды жай ғана қарақалпақ кигенді ұнататын өзбектер деді. Қазақтар болса біздің рудан шыққан қандастарымыз деп қарсы шықты. Қырғыздар болса қарақалпақтар қырғыздардың егізі, бізде ақ қалпақ болса бұлар қарақалпақтар деді. Осы тұста Аллайыр Досназаров ел алдына шығып: достар, қарақалпақ халқы болған, бола береді де, бізге өз республикамыз керек деп жатқанда біреу: Досназаров, айтыңызшы, қарақалпақ тіліне қай тіл жақын деп сұрайды. Сол кезде Досназаров бір сәттен ойланбастан былай деп жауап береді: атақты маман би бабамыз қарақалпақтардың, өзбектердің, қазақтардың, қырғыздардың, әзірбайжандардың, татарлардың, башқұрттардың, құмықтардың, ноғайлардың тілдері бір-біріне өте ұқсайды деген. Бәріміз бір қамырдан жасалған нанбыз, бірақ әр нанның өз жағы қызарған. Аллайыр Досназаровтың батылдығының арқасында қарақалпақ жері бекітілді. Бірақ бұл оқиғаның соңы бақытты аяқталмайды. Болашақта қарақалпақтар тек автономиялы ел болды. 1925 жылы қарақалпақтар Қазақ автономиялық республикасының құрамына енді. Алайда Аллайыр Досназаров Сталинге былай деп хат жолдайды: Қарақалпақстанның Қазақстанға қосылуы үлкен қателік. Бұл қателікті түзеу қажет. Екі халық тарихында ұзақ жылдар бойы араздық болған. Олар бізді қазақтарға тәуелді ретінде көреді. Қарақалпақ халқы Қазақстан құрамында болғысы келмейді. Мен мұны нақты білемін. Сөйтіп 1930 жылы қарақалпақтар тікелей Ресейдің қол астына өтті. 1936 жылы олар Өзбекстан құрамына ауыстырылды. 1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін Қарақалпақстан бірден өз тәуелсіздігін жариялады. Дәулетбай Шәмшетов президент болды. Бірақ 1993 жылы ол Өзбекстанға 20 жыл мерзімге кіру туралы мемлекетаралық келісімге қол қойды. Ол келісімде 20 жылдан кейін референдум өтіп, онда халық нені қалайтыны өзі шешеді делінген. Яғни 20 жылдан кейін Қарақалпақстан халқы тәуелсіз ел болу немесе бәрін сол күйінде қалдыру туралы сайлау жасай алатын еді. Бірақ референдум әлі өткен жоқ. Қарақалпақстан бүгінде Өзбекстанның бір бөлігі. Өзбекстан болса жерінің 3/1 бөлігінен айырылмас үшін Қарақалпақстан жеріне өзбектерді жаппай көшіру әрекеттерін жасап, қарақалпақтарға жан-жақты қысым көрсетуде. Салдарынан көптеген қарақалпақтар Қазақстан жеріне қоныс аударуда. Болашақта Қарақалпақстан тәуелсіз ел болады деген үміттеміз. Және өз бауырларымызға әрқашан қолдау көрсетуге дайынбыз. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал егер ұнамаған немесе менің қателескен тұстарым болса, пікірде өз ойларыңызды жазыңыздар. Микрофонда болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.